Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін осындай қытырлақ, өте дәмді болып шығатын вафлидің рецептін ұсынатын боламын. Ең алдымен ыдысымызға 4 жұмыртқаны және қантымызды саламыз. Одан кейін бөлме температурасында сақталған сары майымызды салып, бірге барлығын жақсылап араластырып аламыз. Одан кейін біз ұн қосамыз да жақсылап біркелкі массаға айналғанша араластырамыз. Мен бұл жерде барлығын қолмен араластырып жатырмын. Егер сізде миксер болса, әрине де барлығы оңай болады. Осылай біркелкі массаға айналғаннан кейін алдын ала вафли пісіретін арнайы пешімізді қыздырып қойып, оған бір қасықтан құйымыз. 2-3 минут аралығында пісіп шығады. Сарғыш түске енгеннен кейін аласыздар да бірден орайсыздар, себебі бұл тез қатып қалады. Вафли осында өте керемет, қытырлақ, дәмді болып шығады. Ортасына әртүрлі кремдер салып, немесе бетіне шоколад жағып, өзіңіздің фантазияңызға қарай ұсынсаңыздар болады. Жасап көріңіз, ас болсын.